Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді балалық шақтың дәмі коржик әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы майымызға қантымызды салып, миксердің көмегімен немесе вилкамен араластыратын боламыз. Жақсылап біркелкі массада араластырамыз. Бөлме температурасындағы бір жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Бөлме температурасындағы сүтті құйып, араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Бір жарым шай қасық разрыхлитель салып, вилканың көмегімен қамырымызды аздап араластырып аламыз. Кейіннен қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ етіп илейміз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан аз ғана ұн қосып, қамырымызды 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Осы рецептен 10-12 коржик шығатын болады. Таразы болса таразының көмегімен немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер болады. Бөлген қамырларымызды дөңгелек етіп формаға келтіреміз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, дөңгелек формамызды аздап басып, коржиктің формасын әзірлейтін боламыз. Осы уақытта пешімізді 200 градуста қыздырып қоямыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, 200 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің коржиктарымыз дайын. Дәл балалық кездегі буфеттегі коржик секілді болып шықты. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріп, қуантуларыңызға болады. Өте дәмді болды. Назарларыңызға рахмет, ас болсын баршаңызға.